мына әліппемен қоштасудың сценарийін көрсетейін деп жатырмын. Алдымен слайдын көрсетейін. Мен өзім әліппемен қоштасуға слайд қосқан жоқпын, актовый залда өттім өткені. Мына енді шағын қылып, сыныптың ішінде өткізетін болсаңыз, соған арналған слайд бұл. 3 жыл бұрын жасалған, 2 жыл бұрын жасалған. Бұл әліппемен қоштасу, сонда да жасап қойып едім. Әліппемен қоштасу мақсаты. Балалар тақпақ айтып жатқан кезде қоясыңыз. Сұрақ бересіңіз ғой, бар білімнің бастауы, бар ғылымның бастауы. Жас балаға нұр шашқан, қандай кітап тіл ашқан деп та. Әліппе дейді ғой. Бұл жерде әліппені ендеше ортаға шақырайық дегенде, манағы әліппе ортаға келеді ғой. Видео түсіріп жатыр. Папаң шақыра бер. Менің атым әліппе деген ән ғой. Енді өзіңіздің классыңыздың фотосын қойып қоясыңыз. Балалар тақпақ айтып жатқанда. Мен актовый залда өткен әліппемен қоштасуым. Мына жерге флажок, сосын әртүрлі нелер істедім. Осындай. Сыныптың ішінде балалар саяхатқа шығайық канеки. Алдымен бірінші аялдамаға келіп тоқтадық. Ол әріптер аялдамасы. Қандай әріптермен таныстық канеки деп мынаны айналдырып. Спенер әдісі ғой. Қандай әріп? Дауыссыз Г. Ұяң дауыссыз десе болады немесе. О дауысты жуан. Е дауысты жіңішке. Осылай балалар. З дауыссыз ұяң. Өстіп немесе з деп бірден дауысты демек. Ал ендеше әріптердің әнін айтып жіберейік. Күшті ән енді. Ал енді екінші аялдама сөздер аялдамасы. Сөздерді оқи аламыз ба? Я. Ендеше кім шапшаң? Мен мына жерден сөздер шығарам, кім оқиды екен? Тақта. Аю. Басып тұрасыңыз ғой, бірнеше сөз шығады енді. Балалар оқу керек осыны, короче. Енді мен жауып тастап жатырмын. Так, мынау жаңағы әліппеге алғыс саған әліппе бірдеңе деген тақпақтар айтқанда осы тұрады. Сосын мұғалім туралы тақпақтар бар. Мына жерге өзіңіздің әніңізді қойсаңыз болады. Ескі өлең ғой, мұғалім ол біздің деген. Так, қазір басқа әндер шығып жатыр. Мынау да әліппеге қоштасу тақпақтарын айтқанда тұрады. Ана тіл келеді ғой. Ана тіл келгенде шығады мына слайд. Ал енді әліппемен қоштасатын кез келді. Рахмет саған әліппе деген. Беймен жасадық біздер да. Сосын осы мінеки. Мынау қарапайым слайд енді. Өзім қоспағасын тек қысқаша қылып жасағаным. Енді менің сценарием басқаша. Мана жаңа видео көрсеттім ғой, соның ішінде. Бірден әліппемен қоштасуды бастаймыз деп бастап кетпей, уәзірлер қонаққа келеді мінеки. Уа қалайық жарандар, уәзір шекендіріп. Жаңа жылдарың құтты болсын деп. Ой, жаңа жыл несі? Мұнда сізді де ханның бас уәзірі дейді ау. Жаңа жылыңыз не? Ортада шырша да, балалар да жоқ дейді. Сосын екеуі сөйтіп санасады, сөйлеседі. Сосын мына жерде мұғалім келеді. Ай, мұнда не болып жатыр деп та. Бүгін деген ойпырмай, ұстазды да әліппемен не білмейтін қандай адамсыңдар? Осында менің атым аталған сияқты. Бүгін біздің шәкірттеріміз қоштасайын деп жатыр әліппемен деп. Сосын мына жақта жаршы шығады, андай не бар ғой?
жаршының заты. Тыңдаңыздар деп сондаймен дабылмен сөйтіп шығады. Сосын әже келеді да, шашу шашайық, ақ сандықты ашайық, бұл мереке, бұл тойдың бастаңғысын жасайық деп, жаңағы не істейді, не затет, шашу шашады. Ары қарай жалғасып кетеді ғой, әдеби монтаж. Оқушыларды шақырайық ендеше деп, мына күшті қылып, ортаға шақыратын жер бар, тақпақ, ән, бәрі бар. Күшті сценарий болды. Енді оған қосымша не беріледі? Әліппемен қоштасудың дипломы. Так, осындай диплом, мынауда диплом. Өзіңіз ұнатқан диплом шығарасыңыз. Мадақтамада оқушыларға. Сосын орден бар мына жерде күшті. Енді оны да өзім сатып алып едім, енді таратуға болмайды, бірақ қосып берейін. Шығарып алып орден қылып, ата-анаға бұл орден. Балаңыз әліппені аман сау бітіріп атқанға деп та. Сосын мына растяжка бар. Қош бол әліппе деген әдемі жазу. Қазір барам, я барады. Растяжка. Бүкіл беті бар, бүкіл әрпі бар. Міне, осының барлығы сіздерге қосымша беріледі. Қажет болса, хабарласыңдар.